Қисық сұрақтың түрі көп. Ал біздің бүгінгі сұрағымыз кемпір қай уақытта қыз болады? Сол жайында. Бұл сұраққа ойлану керек қой арасында. Кемпірдің арасында қыз болып тұратын кезі бар екен ба? Сол қай кезде? Күлгенде шығар? Қай кезде қыз болады? Жас кезінде. Кемпір жас кезінде? Кемпір қай кезде қыз болады? Кемпір білмеймін, қай кезде қыз болады? Өзінің сүйіктісімен айналысқанда шығар, может. Енді мысалы біздің қазақтарда, иә, қартайған кезде тек немерелеріме қарасам болды деп ойлайды да көбісі ше. Мысалы жас кезінде жарайды, балаларымды бақтым, қақтым, енді немерелерімді бағам деп үйде отырады. Ал мысалға басқа ұлттардың үлкен апаларын көрсеңіз, олар қартайған кезде өзіне арнайды уақытысын, өзінің сүйіктісімен айналысады, өзін күтеді, өзін бағады да, өмірдің қызығын сол кезде көреді. Сол кезде шығар мүмкін білемін. Кемпір бала шағасының қызығын көргенде енді өзін қыздай сезінеді шығар, келіндері қараған кезде, сондай шығар. Қай уақытта? Туған кезінен. Қыз сияқты болып, өзін сияқты сезіне ма? Жоқ, жалпы қыз болады. Биологиялық тұрғыдан ба? Жоқ, жалпы. Биологиялық тұрғыдан. Ол жағын білмеймін. Кемпір дейсіз ба? 4 күніне барғанда қыз болады.